Ақшаның буын көтере алмадында Сәлеметсіздер ме? Алматы қалалық психикалық сауықтыру орталығының мәжбүрлі түрде емдеу бөлімшелері бар. Қазіргі уақытта 100-ден астам адам емделіп жатыр. Мұнда кімдер емделеді? Адамдар қандай жағдайда жеткізіледі? Бұл жайында мамандар мен осында емделіп жатқан пациенттердің пікірін тыңдаңыздар. Алматы қаласы бойынша наркологиялық орталықтың мәжбүрлеп емдеу бөлімшесі. Бұл бөлімшеде бізде 4 бөлімше бар. Соның ішінде бұл 4-ші бөлімшеде 30 науқас бар. Дәл қазір уақытта бұл жерге науқастардың барлығы соттың шешімімен түседі. 6 ай мерзімнен 2 жылға дейін мерзімде келіп түседі. Ішімдікке тәуелділікпен, есірткіге тәуелділікпен. Барлық жас ерекшеліктері әртүрлі. Енді 19 жастан 68, 70 жасқа дейінгі кісілер. Осы наркологиялық орталыққа туысқандар жүгінеді. 15-ші стол, усиленный режим, 4 мезгіл тамағы бар, полдниктері бар, спортпен шұғылданады, спорт залымыз бар, кітапхана бар, еңбек терапиясы бар. Лауазымдық қызметте еңбек еткен азамат 10 жылдан бері ащы суға құмар. Ол соттың шешімімен 10 ай мәжбүрлі түрде емделеді. Сәлеметсіз бе? Сіз жайлы ақпараттың барлығы құпия сақталады. Сұхбат беруге келісім бергеніңізге алғыс айтамын. Айтыңызшы, өзіңіз жайлы. Мұнда қашан келдіңіз? Қанша уақыт емделесіз? осы қаланың тұрғынымын, алматылықпын. Ең алғашқы рет 2003 жылы мұнда әпкем жатқызды. Анда-санда жатқызады, қатты ішімдікке беріліп кеткен кезде. Соны не үшін тұтынасыздар? Жас кезімде ішкенде ол жақсы әсер беретін. Адам ішкен адам білесіз ғой, ол ақылынан адасады. Қанша жыл болды ішіп жүргеніңізге осылай? Енді қатты ішімдікке 16 жылдан беріліп кеттім. Өйткені 16 жылы шешемнен айырылдым. Мына өмірде қандай не бар? Карьерная лестница. Мен бәрін көрдім. Ақшаның буын көтере алмадында ішімдікке салынып кеттім. Қоғамның бір кірпіші болып қалану үшін не істеу керек бұл кісілерге? Бөлімшеден шыққаннан кейін наркологиялық бөлімде емханада қолдау терапиясын қолдану керек. Бұл кісілер шыққаннан кейін ешқандай келмейді ғой. Қаралмайды, келмейді, ешқандай көмекке жүгінбейді. Сондықтан осындай тәуелділіктен құтыла алмай, арыла алмай жүр. Жақыныңызды маскүнемдіктің шырмауынан құтқаратын жол іздесеңіз, онда орталықтың сенім телефондарына хабарласыңыздар.